Осыдан 5 жыл бұрын әкем Мерседес автокөлігін сатып алған болатын. Ол өзінің әбден ескіріп қалған Нивасынан шаршап, басқа темір тұлпарды жүргізіп көргісі келген. Анам екеуі ақырындап көрші ауылдағы барша туыстарды аралап, жаңа иномарканың қызығын көріп жатты. Алайда бұл бақытты кезең ұзаққа бармады. Әкем кешке қаладан келе жатқанда көлік жолдан шығып кетіп апатқа ұшырады. Жол үстінде келе жатқан ат арбаны айналып өтпек болған әкем кішкентай баланың жолға жүгіріп келе жатқанын байқай сала машинаны жолдың шетіне бұрып жібереді. Нәтижесінде ағашқа соқтығысып жол апатына түседі. Аса ауыр жарақат салдарынан 3 күн бойы жансақтау бөлімінде жатып, әкем таңға жуық көз жұмды. Әкемнің 40-ын өткізіп болған соң ағам көлікті жөндетіп қайта шығарды. Мен әкемді жалмаған Мерседеске біразға дейін қарай алмай жүрдім. Анам да ол көлікті көргісі келмейтін, көре қалса жылай беретін. Иномарканың қызығын ағам көрді. Кешке сыныптастарын жинап алып, ауыл-аймақты айналуды әдет қылып алды. Бір күні ауылдың балалары көрші ауылға футболдан жарысқа бармақ болып, ағамды оларды жеткізіп тастауға өтінген. Ол да спорт атаулысы десе ішкен асын жерге қоятын адам еді. Бар жұмысты маған сеніп тапсырып, ол футбол қызықтауға кеткен болатын. Кешке жеңіспен құттықтаймын ғой деп, егістіктен қайтып келе жатқанымда үйдің маңындағы қалың көпшілікті көріп шошып кеттім. Жақындай түсе бергенімде адамдардың жылап жүргенін байқадым. Бірден ағама бірдеңе болғанын аңғардым. Анам мені көре сала есінен танып қалды. Ағамның кластастары маған Қуаттың жол апатынан көз жұмғанын айтқанда, оларға сенгім келмей, жұдырық ала жөнелдім, айғай салдым. Есімді жинап өз-өзіме келген кезде барып, атам келіп, басу айтып сабырға шақырды. Жарыс біткен соң үйге қайтар жолда көлік айдап барған 3 жігіт жол барысында өзара жарыс ұйымдастырған. Нәтижесінде ағамның астындағы Мерседесі ауылға кіре берістегі айналма жолда аударылып кеткен. Бұның бәрі сәйкестік деп ойламадым. Екеуінде көлік жалмады, әкем мен ағамды. Көлікті бұдан кейін ешкім тізгіндегісі келмеді. Ағамның достары оны жөндеп шығарып бергенмен, менің оған мүлде отырғымда келмеді. Көлікті сатуға бекіндім. Алайда атамның бізге айтқан әңгімесінен кейін оны сатуға да тұрарлықсыз деп шештім. Атам анамның көлікті қайдан алғанын сұрап білгенде, ішкен шайын төге сала үстелден тұрып кетті. Анықталғандай, бұл көлікті марқұм азамат отбасының баяғыдан келе жатқан жауынан сатып алған болып шықты. Атамның бұл әңгімесінен кейін мен өз күдіктерімнің бекер болмағанына көзім жетті. Әкем мен ағамның өлімі нақ осы темірден келгеніне одан беттер сеніп кеттім. Машинаны сатқан адамдар оны оқытып тастады, яғни жаман ниетпен сатқан. Қалай болғанда да шын көңілдерден бермеген анық. Осыдан кейін мен машинаны сатсам деген ойдан да айныдым. Бойында жыны бар көлік келесі қожайына да қайғы қасірет әкелер анық деп ойладым. Тағы да біреудің шаңырағын шайқалтқанша өзім құртайын деп ауыл шетіне әлгі машинаны апардым. Үстіне бензин шашып өртеп жібердім. Темір тұлпардың көзін құртқан соң атамның қабағы ашылып, 2 қазадан кейін тіл қатпайтын анам да еңсесін көтеріп қалды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау шаны басуды ұмытпаңыздар.